Қазіргі уақытта намазға жығылып, тәсбih тартып, Алладан тілек тілеп отырған қарияларды, тіпті жастарды жиі көруге болады. Ал осы тәсбihнің қалай тарту керектігін, оның қандай пайдасы барын көбіміз біле бермейміз. Ендеше тәсбihнің қасиеті мен пайдасын біле жүріңіздер. Жолыңыз ашылмай, жоспарларыңыз кері айналып, қатты ашуға булыққанда субханаллах деп тәсбih аударыңыз. Тәсбihні ұстаған адамның мінезі жайдарлы, сабырлы болады. Тәсбih адамның қолында тұрғандықтан, оны аударғанда алдымен саусақтар қимылдайды. Ал саусағы жиі қимылдайтын адамның миы тынығып, ойы жақсарады. Әсіресе жүрек, қан тамырлары ауруына шалдыққан адамға тәсбih аударғанның пайдасы зор. Саусақтың жиі қимылдауынан адам ағзасындағы қан айналым жақсарып, жүрек, қан тамырларының жұмысы ретке келтіріледі. Қатты сырқаттанып, мазасызданғанда тәсбihні екі қолыңызға алып аударсаңыз, көңіл күйіңіз жақсара түседі. Қолы немесе саусағы шығып кеткен, сынған адамдар тәсбihні жиі аударатын болса, зақымданған жері тез арада іске қосылады. Үлкен кісілермен немесе басшылармен сөйлесерде қобалжитын болсаңыз, қолыңызға тәсбih ұстап, оны аударып отырыңыз. Бұл сіздің ойыңызды тыныштандырып, орынды сөйлеуге ықпал етеді. Тәсбih аударып отырған адамға көз тиюден сақтанады. Өйткені бөтен адамдар оны бойындағы ерекшеліктеріне емес, қолындағы тәсбihіне назар аударады. Берген ақпаратым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, жанындағы қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.